Құмар ойындарының құрығына түскен құрбандардың саны артып келе жатқандығы бәрімізді алаңдатады. Бірінші кезекті әсіресе жас өспірімдердің, біздің болашағымыз балалардың осы құмар ойындарының немесе букмекерлік ойындардың құрбаны болып жатқандығы өкінішті жағдай. Соған байланысты мемлекет басшысы бұл мәселені бірнеше рет көтерді. Түркістандағы құрылтайда арнайы тапсырма берді. Бұл жалпы қоғам болып күресетін індет. Құмар ойындардың құрығына көбіне кімдер және қандай жағдайда түседі? Құмар ойындарына барып жатқандардың көпшілігі я ажырасып кетеді екен, немесе суицидке барып жатқандар бар. Жалпы құмар ойындары бұл жылым сияқты тарта береді ғой. Мысалға, жұмысы жүрген жастар барады екен, немесе жұмысқа құлқы жоқ жастар барады екен. Кредит алып құмар ойындарына соңғы табысын немесе ата-анасының мына зейнетақысын тігіп жібергендер ақыры соңы өте қайғылы жағдаймен аяқталып жатқан оқиғалар да аз емес. Соған байланысты жалпы кешенді жұмыстар қазір қолға алынды. Атап айтқанда, мына лудоманияға қарсы, осы құмар ойындарына қарсы заң жобасы қазір мәжілісте. Мәдениет және спорт министрлігі бұған байланысты заң жобасы мәжіліске енгізген. Сол бойынша жалпы баспа бақта, интернетте, радио, сонымен қатар телеарналарда құмар ойындары, букмекерлік кеңселердің жұмыстарын шектеу көзделген. Біздің министрлік осыған қатысты қатаң мониторинг жүргізеді. Мына интернет сайттарда 8 айда 3000-нан астам заңсыз құмар ойындарына шақыратын контент анықталған екен. Оларды әрине біз ескерту жасадық, жойдық. Бірақ бұлардың күн сайын артып бара жатқанында алаңдатады.